Тапырық үйден тыйым деген ертеде қыздарымыз шашын жайып жүрмеген. Қыздарымыз әдемі болып жүру үшін шаштарына шашбау таққан. Сол шашбаудың сылдырынан қыздардың келе жатқанын білетін болған. Бала кезімізден жүнді біз аналарымыздан, әжелерімізден түтіп үйренуді көріп өстік. Жүн сол көріп білгенімізді біз балаларымызға үйретіп жатырық. Бұл жүн түту саусақ моторикасын жақсартады. Қазақ ұлтында шаш жинау қыздың жинақылығын білдіреді. Ежелгі дәстүр. Әжелеріміздің дәстүрін дәріптеу мақсатында біз әрқашанда қыздарымыздың, бөпелеріміздің, болашақ қыздарымыздың шашын жинап жүру керекпіз, өріп жүру керекпіз. Мұны біз жас аналар осының бәрін үлгі қылып көрсетіп жатырмыз. Алыстан 6 жасар бала келсе, 60 жасар қарт бағындасқан. Бұл елдің белгісі, біздің қазақ халқымыздың қонақжайлылығының белгісі. Қазақ халқымыз әрдайым осындай бауырсақ, ағарған тамақтарымен, құрт, ірімшіктермен танылған. Әрдайым қонақ үйге келген кезде дастархан осылай жайылу болған. Ал қыздар, бауырсақтан ауыз тиіңдер.